1235 жылы Қарақорымда өткен құрылтайда батысқа Моңғол атының тұяғы жеткен жерге дейін Еуропа жеріне жорық жасау туралы шешім шығарылады. Жорықты Жошының мұрагері Шыңғыс ханның немересі Бату басқаратын болды. Ол 1236 жылдан бастап батыс Дешті Қыпшақ даласына шабуылын бастайды. Одан кейін Еділ бұлғарларын, Мордваларды басып алып, ірі орыс князьдіктерін талқандайды. Польша, Венгрия, Чехия және басқа мемлекеттер Шыңғыс ұрпақтарынан аяусыз жеңіліс табады. Еуропаның 3/2 бөлігін жаулап алған Бату 1242 жылы Еуропаға жорығын аяқтайды. Бату ханның жорықтарының нәтижесінде моңғолдар үлкен территорияға ие болады. Оның шегі батыста Днестрге, шығыста Ертістен Алтай мен Тарбағатайға, солтүстікте Батыс Сібір ойпатына, оңтүстікте солтүстік Кавказға дейін жетті. Сонымен қатар солтүстік Хорезм мен Сырдарияның төменгі ағысы кірді, және оңтүстік орыс князьдіктері де Батуға тәуелді болды. Осындай аса зор мемлекет ұлық ұлыс, ал жазба деректерінде Алтын Орда деп аталды. Алтын Ордада билік жүргізген хандар. Бірінші, Бату хан 1243-1255 жылдар. Екінші, Берке хан 1257-1266 жылдар. Үшінші, Мөңке Темір хан 1266-1280 жылдар. Төртінші, Төле Мөңке хан 1280-1287 жылдар. Бесінші, Төле Бұқа хан 1287-1291 жылдар. Алтыншы, Тоқа Темір хан 1291-1312 жылдар. Жетінші, Өзбек хан 1312-1342 жылдар. Сегізінші, Жәнібек хан 1342-1357 жылдар. Берке хан билік құрған кезде Алтын Орда Монғолия империясынан тәуелсіз болу үшін күресті. Орданың гүлденген кезеңі Өзбек ханның тұсында болды. Өзбек хан империяның түріктенген көшпелі халқын ислам дініне тартып, 1312 жылы ислам дінін мемлекеттік дін деп жариялады. Жәнібек хан 1342-1357 жылдар тұсында Алтын Орда саудасы мәдениеті жағынан дамыған биік деңгейге көтерілді. 14 ғасырдың екінші жартысынан бастап Алтын Орда ішкі алауыздықтың әсерінен әлсірей бастайды. 1357-1380 жылдар аралығында билікте 20-дан астам хан болды. 1380 жылы Мамай мырза басқарған Алтын Орда әскері Куликов даласында Дмитрий Донской әскерінен жеңіледі. Осыдан кейін Алтын Орда әлсірей түседі. 14 ғасырдың аяғындағы Мәуереннахр билеушісі Әмір Темірдің жойқын шабуылдары да Алтын Орданың ыдырауына әсер етті. Ақсақ Темір шабуылынан кейін Алтын Орда ыдырап, оның құрамынан Ақ Орда, Ноғай Ордасы, Сібір, Қазан, Қырым және Астрахань хандықтары бөлініп шықты. 15 ғасырдың соңына қарай Алтын Орда мемлекеті өмір сүруін бір жолата тоқтатты.